Сәлем балақайлар. Бүгін мен сендерге өнеге атты ертегісін оқып бермекшімін. Олай болса, мұқият тыңдай қойыңдар. Баяғы бір заманда бір үлкен шаһар болыпты. Бұл шаһардың ханы болыпты. Ол күнде жаман киініп алып, жәй қарапайым кісі болып, сол шаһардағы базарды аралап жүреді екен. Күндердің бір күнінде хан базарды аралап келе жатып, басына бір кесек алтын, аяғына да бір кесек алтын қойып жатқан бір адамды көреді. Мұны көріп хан таң қалып, неше күн соның сыртынан аңдып жүреді. Бұл адам ерте де, кеш те бір қалыпта басына, аяғына бір кесек алтынды қойып жатады. Ақырында бір күні хан: «Сен не қылған адамсың?» деп сұрайды. Ол адам басын көтеріп: «Мен ақыл сатушымын» деп айтады. «Олай болса, маған бір ақыл сатшы» дейді хан. Сонда ол адам: «Құп болады, бірақ әр ақылымның бағасы 1000 алтын» деп айтады. Хан санап 1000 алтын береді. Сонда ақыл сатушы: «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боласың» дейді. Мұнан соң хан ордасына келіп, баяғы сөзді әрбір көзге түсетін жерлерге, орамал дастарханға дейін жазып қояды. Күндердің бір күнінде хан шашын алдырмақшы болады. «Шаштараз алып келіңдер» деп бас уәзірге әмір қылады. Уәзір дереу бір шаштаразға барып: «Ертең келіп, ханның шашын ал» деп бұйырады. Ертең ерте шаштараз ханның ордасына келе жатса, алдынан уәзір шығады. Уәзір: «Ей шаштараз, ханның шашын қандай ұстарамен алмақшы едің?» деп сұрайды. Шаштараз болса: «Ай тақсыр, күндегі ұстап жүрген жай ұстарамен аламын дағы. Жақсы ұстараны мен байғұс қайдан табамын?» дейді. Сонда уәзір: «Ей ақымақ, ханның шашын жай ұстарамен алуға болмайды. Мә, мынау ұстарамен ал» деп қалтасынан шығарып, бір алтын сапты ұстара береді. Шаштараз қуанып, ханның құзырына келіп, шашын жібіте бастайды. Сол уақытта шаштараз: «Не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың» деп әр жерге жазылған сөздерді көреді де, ішінен: «Қой, уәзірдің ұстарасын қояйын, өзімнің үйренген жаман ұстараммен-ақ ханның шашын алайын» деп уәзірдің алтын сапты ұстарасын былай қойып, өзінің ағаш сапты ұстарасымен ала бастайды. Мұны көріп хан ішінен: «Бұл ақмақ алтын сапты ұстарасын менің шашымды алуға аяды ғой. Менен артық кімнің шашын алады? Тоқтай тұр бәлем, мен саған көрсетейін» деп шашын алғызып болған соң, хан: «Дереу жендетті шақырып келіңдер, мен бұл шаштараздың басын аламын» деп кісілеріне әмір қылады. Шаштараз мұны естіп, неге қылмысты болғанын білмей, қайран қалып тұр еді. Жендет келген соң,
бейшара шаштараз ханның аяғына жығылып, «Ей тақсыр, менің басымды алсаңыз да, ықтияр, бірақ менің кінәмді айтып алсаңыз екен», деп айтады. Хан болса, «Сен басында менің шашымды алтын сапты ұстарамен алмақшы болдың. Ақырында оны менен аяп, ағаш сапты жай ұстарамен алып, мені қорладың. Сенің кінәң осы», дейді. Сонда шаштараз: «Жаңа сіздің шашыңызды алуға ордаға келе жатқанымда, алдымнан бас уәзіріңіз шығып, ханның шашын алуға мына ұстара лайық, деп осы алтын сапты ұстараны беріп еді. Мен сіздің шашыңызды жібітіп жатып, әр жерде жазылған, не істесең де ойлап істе, ойламай іс қылсаң қор боларсың, деген сөздерді көріп, бұл уәзір берген ұстараның қандай екенін білмеймін, ханға бір зиян келтіріп жүрмейін, жаман да болса үйренген өзімнің ұстараммен алайын, деп ойладым. Шашыңызды ағаш ұстарамен алғанымның себебі осы еді», деп айтады. Сонан соң хан жасауылдарын жіберіп, бас уәзірін шақыртып алып, «Мына ұстараны шаштаразға сен бердің бе?» деп сұрайды. Уәзір «Мен бердім», деп айтады. «Олай болса, бұл ұстарамен уәзірдің шашын ал», деп хан шаштаразға бұйырады. Шаштараз уәзірдің шашын жібітіп, алтын ұстарамен бір сипағанда, уәзірдің жаны шығып кетеді. Сөйтсе, бұл уәзір ханға қас екен. Соны өлтірмекші болып, ұстарасын зәрге суарған екен. Мұның барлығын көрген хан шаштаразға дән риза болады. Оған көп алтын мен күміс сыйлық беріп, үйіне қайтарады. Мінекей балалар, әр істі ойланып жасау керек деген осыдан қалған екен. Олай болса, ертегіміз аяқталды. Қош сау болыңдар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, ертегілерімді соңына дейін қарап шығуды ұмытпаңдар.